Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай ерекше дәмді болып шығатын тағам түрін дайындап көреміз. Алдымен ол үшін қарақұмықты әдемілеп жақсылап суға жуып жайып аламыз. Одан кейін осындай ыдысымызға салып, су құйып, үстіне қарақұмықты, тұзды салып 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Подливасын дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жуаны осы видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп кесеміз. Одан кейін сәбізді алып, тура солай ірі көлемде етіп кесеміз. Одан кейін картопты да дәл солай ірі бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. Қызып тұрған майға жуаны салып, ең алдымен жуамызды қызарғанша пісіріп аламыз. Үстіне тұз саламыз. Сіздер өз қалауларыңызша қызанақ салсаңыздар да болады. Мен томат қолдандым. Үстіне томат саламыз және өздеріңіздің қалауларыңызша әдемі дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Осылай қызарған кезінде біз сәбізді саламыз үстіне. Сәбізді де жақсылап піскенше, жұмсарғанша жақсылап 10-15 минуттай күтеміз. Жақсылап пісіріп алғаннан кейін үстіне картопты саламыз. Картопты да бір 15-20 минуттай күтіп, оны да жақсылап піскенше майда қуырып аламыз. Барлығының астын жай отта пісіреміз. Екі жаққа әдемілеп ыдысқа осылай саламыз. Астарыңыз дәмді болсын, ерекше дәмді болып шығатын түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк қойыңыздар.